Dostlar, бүгін біз сағатты бір күні Марк және Марктың достары олар мына сатыға кім көтеріле алады деп сұрайды. Сонда Марк айтады, мен бармаймын. Сосын, я көтеріле алам, мен көтеріле алам деп достар оған таңырқап қарап қалады. Сосын Марк оған қарап, сатыға қарап қорқады. Ертесінде ол түн батқанда достары оны шақырады. Ол түнге ярым оған келеді. Достарына келеді. Марк айтады. Жоқ, Марк айтпайды. Сосын оған шыға алмайсың ғой деп бір досы айтады. Сосын мен шыға аламын дейді Марк. Содан кейін бар күшін жинады, шығуға беттеді. Жел соғып тұрды. Бірақ ол шыққанда саты қозғалған болатын. Құлап кетпеймін бе деген үрей ойда болды. Сосын ол тез шығуды шешті. Және де өте қатты қорықты. Жел оны алып барайын деп өтті. Көмектесіңдер деп ойлады. Марк содан кейін қорқып саты шықпағанын білді. Сосын достарына қатты айғайлады, көмектесіңдер деп. Достары бірақ кетіп қалған еді. Достарын байқамады. Достарын ол байқамады. Астыда достары жоқ болды. Сосын ол қалай түсетінін деп білмеді. Ол сосын қалай түсетінін білмей тұрып ойланды. Достарына қатты шыны келді. Ана жақта бір робот тұрғанын байқады. Қандай қорқыныштысың. Мен ба қорқынышты? Өзің қорқынышты. Бір кезде ол ана жақтан пайда болады. Сене ұқсайды. Марк сосын құлап кетеді. Құлайын деп қалады, бірақ құламайды. Сосын ол адам жоқ болып кетті. Содан кейін ол қорқады, күледі. Содан кейін артында біреу тұрғандай болады. Артына қарап қалған кезде ол адамның қызыл көздері, аузы үлкен болып кеткен еді. Сосын ол ана жерге қала жазады. Сол қорықты. Содан кейін Марк қорықты. Содан кейін мына қожық жеңіп тұрды. Марк бар күшімен секірді. Маған не болды өзі деді. Марк содан кейін өз қашып бара жатты. Ол құбыжықтан қашып бара жатты. Ол құбыжықтың түрін анық көріп алады. Содан кейін ол нағыз қорққаннан өз үйіне бара жатады. Есікті ашып үйіне тығылады. Сосын Марктың достары тұрды. Содан кейін Марктың достары айтты, сен қорқыттың ба дейді. Сосын Марктың есінен бұл кез кетпеді. Түн жарымында Маркқа барлық досы Маркты мазақтап жатты. Сосын достары айтты,
Марк достары айтты, құбыжықты білесіңдер ме деді. Ол ешқандай құбыжықты білмеймін деді. Достар, осы видео ұнаса лайк. Сау болыңыздар.